Қайырлы күн баршаңызға. Алдымен арнаға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлкен үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында пиццериядай тегін пиццаның рецептін сіздермен бөлісемін. Арнаға жазылып, каналға тіркеле өтіңіздер. Барлық видеода көрсетілген құрамдарды төмендегі описание бөліміне толыққанды жазып кетемін. Видеода көрсетілгендей үй жағдайындағы үй температурасында жылы суымыздың үстіне бір шай қасық қантымызды, оның үстіне бір шай қасық астығымызды салып, бетін жауып 5 минутқа жылы жерге қоямыз. Сол аралықта ұнымыздың ортасын дәл осылай қасықтың болмаса күрекшенің көмегімен ашып, жаңа ашыған көпіршік болған сұйық массамызды дәл осылай 3 рет шайқап, үстіне дәл осы видеода көрсетілгендей құйып аласыздар. Содан соң қамырымыз жұмсақ, эластичный болып шығу үшін оның үстіне 25 мг жайтын майын болмаса сұйық майды құйсаңыздар болады. Содан соң бір шай қасық тұзымызды салып, дәл осылай қолымыздың көмегімізбен иін қандырып, илеп аламыз. Толықтай видеода көрсетілгендей. Дәл осындай, ондай қатты жұмсақ та емес, қатты да емес, қолға жабыспайтын өте жұмсақ, жеңіл қамыр иленіп шығады. Сол аралықта қамырымыз тынығу үшін бетін жауып 5 минутқа тындыруға жібереміз. Сол аралықта дәл осылай екі қызанағымызды алып, оны жұмсақ болып сырты қабығынан алыну үшін қайнап тұрған ысы суымызды құйып бұқтырып 5 минутқа қалдырамыз. Содан соң дәл осылай пышақтың көмегімен сыртын ашып аламыз. Бұл біздің қызанағымыз пиццаның нағыз пиццериядағыдай соусын жасау үшін керек болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей толықтай керек емес жерлерін ашып тастап, толықтай блендерімізге салсаңыз болады. Егер блендеріңіз болмаса, қалауыңызға қарай үйдегі езілетін терканың көмегімен болсын, барлығын езіп алсаңыздар болады. Осы видеода көрсетілгендей екі қызанағымызды толыққанды дәл осы блендерден езіп өткізіп аламыз. Сол аралықта бізге 2 дана сарымсақ керек болады, яғни чеснок керек болады. Чеснокты дәл осылай терканың көмегінен өткізіп аламыз. Сол аралықта қызып тұрған майымыздың үстіне өткізілген сарымсағымызды салып, дәл осылай қызарғанша қуырып, содан соң оның үстіне дәл мына видеода көрсетілгендей орегано соусын, яғни орегано шөптерін бір қасық салып, оны да 5 секунд, бұл жерде 5 секунд сарымсақпен бірге қуырып аласыздар. Содан соң жаңағы өткізілген қызанағымызды құйып, оның үстіне бір шай қасық қызыл бұрыш емес, бұл жерде шатаспаңыздар, паприкамызды салып, паприка бізге соустың дәм беруіне және түсін қызыл түске ендіруіне өте қажет. Сол аралықта дәл осындай көрсетілгендей соусымыз езіліп, дәмді болып, осылай сұйықтықпен шығады. Менің қолданатын бұл жерде КМДБ-ның, яғни бәрі халал өнімді колбасамен, яғни колбаса мен сиырлары дәл осылай мына қамырымыз, тынған қамырымыз жұмсақ, эластичный, қолға жабыспайтын сондай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Сол аралықта дәл осылай видеода көрсетілгендей қолмен толықтай жайып аласыздар. Қолмен толықтай жайғаннан кейін жаңағы дайын болған соусымыз бір ожау құйып, сол ожаумен дәл осылай ортасынан батырып тұрып айналдыра соусымызды жақсаңыз болады. Содан соң үстіне сиырымызды толыққанды саласыздар. Пештің, яғни менде үйде пеш, әсел пеші, соны ең соңғы көрсеткіш қызу температурасы неше, соны соңына шейін апарып қоясыздар. Менде ең қызу температурасы 320 градус болды. Сол соңына шейін апарып 10 минутқа немесе 8 минут аралығында пиццамызды қыздырып дәл осылай пісіріп аласыздар. Дәл осылай балғын жұмсақ пиццамыз шығады. Арнаға тіркеліп өтіңіздер.